Музыка пәні бойынша 5-ші сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстан халқының музыкасы. Оқулығымыздың 77-ші бетін ашайық. Қазақстанның жері кең байтақ, жеріміз қандай кең болса, халқымыздың жүрегі де, көңілі де сондай кең. Осындай киелі қасиет ата-бабалардан ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде беріліп келеді. Қиын қыстау кезеңдерде біздің жерімізге қаншама басқа ұлттар келіп қоныстанған. Оларды қазақ халқы құшақ жайып, бір жапырақ нанымен бөлісіп, бауырына тартты. Бұл халқымыздың кеңпейілділігі, бақыты, болашағы. Бірлік бар жерде тірлік бар деп бекер айтпаған. Сондықтан елімізде түрлі ұлт өкілдері тіліне, дәстүріне, дініне қарамастан бір шаңырақтың астында, ынтымақта, бірлікте болашақтың негізін қалап жатыр. Ал балалар, оқулығымыздың 78-ші бетін ашайық. 78-ші бетте бізде тор көздер берілген. Осы тор көздерді толтырып, сабақтың соңына маған жолдап береміз. Бүгінгі сабақта біз орыс халқының музыкалық өнерімен танысамыз. Орыс халқының музыкалық өнері көне замандағы шығыс славян тайпаларының фольклорынан туындаған. Біздің өнеріміз сияқты олардың дәстүріне, әдет-ғұрпына байланысты шыққан әндері мен билері өте көп. Оларда бесік жырлары, төрттілікке, табиғатқа арналған әндері аз емес. Орыс халқының дәстүрлі музыкалық аспаптары өте көп. Олар балалайка, гусли, дудка, гармон, қасықтар. Енді балалар, оқулығымыздың 80-ші бетін ашайық. Орыс халқының тұрмысына және музыкалық дәстүріне украин халқы өте жақын. Украин жерінің табиғат сұлулығындай музыка өнерде сондай тартымды. Украин халқына тән қасиет музыкаға деген әуесқойлық пен сүйіспеншілік, әншілік өнер. Халықтың күнтізбелік әндері түрлі жанрдағы еңбек, салт дәстүр, табиғат туралы әндері кең тараған. Украин халқының музыкалық аспаптары өте көп. Скрипка, свирель, бандура, гусли, бубен. Украин халқы би билегенді жақсы көреді. Олардың дәстүріне көптеген халық билері бар, бірақ солардың ішінде копак пен казачок билері ерекше орын алады. Копак өте көңілді, жігерлі, жылдам, түрлі би қимылдарымен орындалатын украин халық биі. Ал балалар, украин халқының копак биін тамашалап болсақ, біз бүгін орыс халқының әнін үйренеміз. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы бүгінгі сабақта үйренген орыс халқының әнін жаттап келу және орыс және украин халқының бір музыкалық аспабының суретін дәптерімізге салып келу.